Ой, Нарсана, энто келдім мен саңа. Всем ассаламу алейкум, всех приветствую. Карачаево-Балкарский культурный центр «Алан» продолжает свои так называемые гастроли. Сегодня мы в городе-курорте Кисловодск, более известном как Нарсана. Қалай көрдіңіз? Бір-екі сөз бір айтамыз. Бек аламат, қалай кеткенсіз? Ұллу маған насып болған затына, ұллу жұмышын тындырған сауқалықла, Аллах саулық берсін, күш қару берсін. Керті сәбиле қойғыз. Мен де керті қуанған деттім, күлген деттім, шарған деттім, иге сағышланған деттім қартлығымда. Бек не затын жарттың? Қайсы шамны, қайсы персонажны? Ол қойчық бар еді да, маған жараттым, былай сөйлешкеннен бәрі былай сөйлеші еді. Ол шамшықтын жараттым, маған по кайфу. Қалай керек көзге бұлай мультиклер керек ме біздің милletке? Керектілі. Ne керектілі? Bu сағатчықта тілімізді аңламаған көп сәби барды. Сәбиледен sonra da bu жаш төлді de көп адам барды. Қарачай тілini аңламаған. Тілін bilmegen жарсыған етеді. Kesini halkını, milletini içinde anlamayın. Kesin jartı çekiyordu. Anı çünkü бұлай multfilmle etile tursala, köre tursala sabiyle de kuanıp kararıkla tillerini de bilir gezlerikle. Umar, қалай көрдің мультфильмімізді? Бек аламат. Последний раз 10 лет назад, наверное, шаг назад переводларын помню. И то, что Мапсата чихат, это на самом деле очень круто для подрастающего поколения. Еще такой вопрос. Қалай көрген келеді? Бұлай мультфильмлер миллетке керек ме? 100% по-любому, потому что даже мен тілімі уже алай иги білмейме, а мені кичек қана шарып зат, уже еще хуже. И маблай мультикле полушхан тіліне керек білдерге. Когда следующий бой? 22 июля. Все, болеем. Сау. Мультфильмді жараттың ма? Бір табек жараттым, сау болыңыз. Эмбек не затын жараттың? Эмбек миллетімізді тілін үйреткеніңізді жараттым. И чамларын жараттым бек. Эмбек қайсы чам келеді башыңа? Қайсы запомнится? Эмбек қоян мишнаны жүрткенісінен. Қалай сағыш етесі? Бұлай мультфильмлерін көп етіп тұра керек ме? Или лучше орысша қарай берсек ме? Гитте керекті. Қарачай миллетімізді тілі болмаса, Қарачай миллетімізді болық тілді. Машалла, сау бол. Рядом со мной коллега. Коллега Коркмазов Расул, председатель Карачаевского общества «Алан» в городе Кисловодск. Как вам мультфильм? Поделитесь своими впечатлениями. Впечатления очень шикарные, хорошие впечатления. Думаю, надо будет совместно проводить такие проекты. Такие проекты, они призваны сохранению и развитию нашего языка, родного карачаевского языка, поддержанию культуры, нашей карачаевской культуры, ну и, в принципе, объединению всех народов призвано, сам проект призван. Вы посмотрели только что мультфильм. Какой эпизод, шутка или же персонаж больше всего вам запомнился? Или понравился? Понравился, скорее всего, борьба добра со злом. Именно эпизод, где сам кролик Коянчик выявил выращивание растений, которые целью своей, то есть лица, которые выращивали это растение, целью своей держали только зло. И вот сам эпизод «Борьба добра со злом», вот именно этот эпизод и понравился. Ну, как всегда и бывает, побеждает добро. Атың қалайда? Мұхаммад. Мұхаммад, қалай көрдің мультикіне? Алама жаратқама. Эмбек қайсы чам жараттың, қайсы персонажны? Мен Аланны. Лепшоқ Аланны? Лепшоқ Аланны. Қалай көрдіңіз мультикіне? Бек сау болуңуз, бек аламат.
мультикиги, Карачай tilge сәбиле үйренник тілі. Қалай, интересный, ма тақиға деген сөзіні көп сәби біле болмас. Тақиға қалайды? Минута. Вот көп сәби аңларықтаны. Сәбиле қойысың, ұллыла да бек сүйіп қарадық. Сау болығыз, ималлы болығыз жашла. Тұтқан ішігізден қуанығыз. Бұлай ете тұрсағыз, кертісі да миллеті біз бірігерікті. Карачай tilge, Карачай әдетлері бізге айланықтыла. İmalı bolğu, sağ ol. Sağ болыңыз. Эң бегесізде қайсы чам, ойын, персонаж қалып кетті? Мультиктен. Эң бек несін жағаттыңыз, қалайын жағаттыңыз? Не сөз қайдан? Харамчық көремесен. Түлкічікке айтқанын харамчық көремедім. Жарап қалды. Но мен түлкічікні жараттым. Нек десең, жұқчықлы текелгелікке артында түзеліп қалды. Көплі түзелсілі алай. Алында мұратларына жетіп қалды. Аллах мұратларымызға жеттірсін барымызға. Вот и все. Подошел к концу наш очередной показ. Наш мультфильм сегодня посмотрело более 500 человек. Это очень хороший результат, я считаю. Я заходил в зал, слушал реакцию на шутки. Зал был очень теплый. Про отопление шутить не буду. Завтра, Аллах айтса, едем в Нальчик. Будем там показывать наш мультфильм. Оставайтесь с нами. Алан, Ставрополь.